Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен lesson 1 noun зат есімнің көпше түрінің жасалу түрлеріне тоқталатын боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетсеңіздер. Зат есімнің жекеше нұсқасында с жалғауын қосып, көпше түрін жасаймыз. Мысалға, a girl, girls, a cat, cats, a table, tables, a book, books. Келесі екінші ереже, егер зат есім sh, ch, s және x, z әріптеріне аяқталса, онда s жалғауын жалғаймыз. Мысалы, a bench, benches, a bus, buses, glass, glasses, brush, brushes, a match, matches, an inch, inches. Яғни s жұрнағы жалғанып тұр. Үшінші ереже, егер зат есім y әрпіне аяқталса, және оның алдында дауыссыз әріп келетін болса, онда y әрпі алынып тасталынады, оның орнына es деген жалғауын жалғаймыз. Мысалға, a puppy y әрпіне аяқталып тұр, яғни puppies болып, y әрпі әрпіне айналып, мына жерде көпше түрін білдіріп тұр. Puppies. A fly, flies. An army, armies. A lady, ladies. A baby, babies. Төртінші жасалу жолы. Бесінші ережеде, егер зат есім f немесе fi әріптерімен аяқталса, оның көпше түрінде жасалу үшін f әріпі алынып тасталынып, орнына s жұрнағы жалғанады. Мысалы, a loaf, loaves, a wife, wives, a knife, knives. Сабақ ұнаса, лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Келесі сабақта осының жалғасы болады.